Менің атым Питер Паркер. Көбісі менің өрмекші адам екенімді білмейді. Жай ғана студент деп ойлайды. Қазақша заманауи өлеңдерге алып келген бірінші 91 десек болады. Лайхан Алина, жасым 15-те. Осы Ақтау қаласынан тұрамын. Политех колледжінде оқимын. Жасым 15-те. Республикалық атамұра жарысына қатыстым. Ол жақта Асгард менің патшалығым болады. Менің ақым ағам Локи, әкемнің сеніміне кіре алмағандықтан барлық патшалықтың иелігін маған берген. Негізінен мың бала хауыз туралы естігенім. Бір ауыз сөзім маған айтқан сенің. Қазаналы Маңғыстауым. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Бексұлтан. Мен осы мың бала жобасының жүргізушісі болам. Ең алдымен біздің кастингке қош келдіңіздер. Жалпы мың бала бұл Қазақстандағы қазақ тіліндегі тұңғыш TikTok хаус. Біздің міндетіміз сіздер секілді талантты, дарынды жастарды осы Қазақстанның түкпір-түкпірінен іздеп, ауыл аймақтардан солардың басын қосып, Алматыға алып барып, сонда хауста бірге тұрып, бірге жұмыс жасау. Яғни сіздер секілді талантты, дарынды жастарды әрмен қарай қолдау мақсатында, сонымен қатар қазақилықты, қазақ тілінің мәртебесін көтеру негізгі мақсатымыз. Жалпы енді қазір осында шығып сіздермен бірінші сөйлесеміз, содан кейін егер өздеріңіздің дайындап келген өнерлеріңіз болса көрсетесіздер. Жалпы біздің жобаға қандай қызығушылықтарыңыз бар, әрмен өтіп жатсаңыздар, қандай ұсыныстарыңыз бар деген секілді әңгімелер өрбейді. Ендеше бастайық. Менің есімім Лайхан Алина, Рашид қызы. Мен осы Әл-Фараби лицейінде оқимын. 10-шы сыныбында. Жасым 15-те, осы декабрьде 16-ға толамын. Мен өзім биімен айналысамын. Бұрында жорға биіне барғам Декабайдағы, бірақ кішкене айналысып, одан шығып, өзім тағы бір Мурденс деген бір би ашылды, соған да бардым. Сосын өзім үйден жаттығып бастадым. Өзіме би өте қатты ұнайды. Сол үшін сол болды. Біздің жоба туралы қайдан естідіңіз? Кеше тоже өзім Инстаграмнан көріп қалдым. Сосын мамама айтып едім, барайықшы деп. Сіз анаңызбен келгенсіз? Иә. Сосын мама айтты, жақсы барып келейік, көрейік деді. Несімен ұнады біздің жобасы? Маған негізі қалай айтсам екен, өзіме ұнады. Енді TikTok түсіресіз бе? былай, иә. Қанша оқырманыңыз? 201-ден аз. Не саласыз онда? Ау? Не саласыз қандай видео? Би немесе сондай көбінесе бимен ғой. Осы
өзім спортпен айналысам. Волейбол, футбол, баскетбол. Солармен жақсы. Көбінесе волейболмен ойнаймын. Өзім нелерге қатысқам. Сол. Камерадан жалғас па? Ау? Камерадан ұсарыс па? Кішкене ғана. Өзім ондай көп сахнаға дым ашық көрмегенмін. Сол үшін кішкене қысылып тұрмын. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Сидахан Гүлдана Асылбекқызы. Мен 17-темін. Осы жерде волонтерлар корпусында волонтерларға жетекші болып жүрмін. Осы жерде жұмыс жасаймын. Одан бөлек колледжде 2-ші курс студентімін. Негізінен мың бала хаус туралы естігенмін, бірақ кастинг туралы естіген жоқпын. Кеше группамыз бар, өзіміздің бөлек волонтерларға арналған. Сол жерде өзіміздің жетекшілер кастинг болады. Сол жерге келіп, өздеріңіздің бақтарыңызды сынап қарасаңыздар болады деді. Соны естіп, қуанып келдім. Что біздің Ақтауда ондай қатты толық жағдай жасалмаған, жастарға арналған. Алматы дегенде естіп, одан да қатты қуандым. Жалпы біздің жоба туралы білесіз бе? Жобаның мақсаты, немен айналысатын алдағы уақытта? Иә, жастарды дамыту жолында негізі ең басты мақсаттарымыз. Қандай өнерден кірдіңіз? Мәнерлеп оқимын көбіне. Мұқағали өлеңдерін айтсам, қызық өмір. Қандай конкурстарға қатыстыңыз? Конкурстарға республикалық атамұра жарысына қатыстым, 2-ші орын алдым. Одан бөлек колледжшілік, колледж аралық жарыстардың барлығынан орын алып жүрмін. Аудандардың Түпқараған ауданынан 1-ші орын алдым. Бастауыш мұғалімі. Оқып бересіз бе? Қызық өмір, Мұқағали Мақатаев. Қалтарыс, бұл тарысы мың сан қабат. Қызық өмір, ақырын тұрсан қарап. Біреулердің еңбегеш тұзы сор боп, біреулердің бақты жүр сорғалап. Қызық өмір, кім білсін сонысымен, аласымен құласы торысымен, тағдыр түрлі болғанмен өмір біреу, ұнатамын өмірді сол үшін мен. Ұнайды өмір, ынтымақ күресімен, қорқа алмайды ешкімде үлесінен. Өліп талып жеткенде бақытына шорт үзіліп, кей тағдыр түгесілген. Өміріме өзімнің таңданамын, қалмайын деп, қатардан қарманамын. Бүгінімді өткізсем қиындықпен, ертеңіме үмітпен алданамын. Ұнатамын өмірдің ойқырларын, сауық құрып, сайраңдап той қылғанын. Ұнайды өмір, ынтымақ күресімен, ұнайды өмір. TikTok бар ма? TikTok бар, иә. Қанша подписчиктер? Так, 150-дей шығар, иә. Инстаграмда? Инстаграмда, иә. Жалпы өзіңізге блог 250. жүргізген ұнайды ма? Иә. Қандай мамандық? Негізі мамандығымды өзгертемін, что ұнамайды. 18-ге келмегенсіз, иә? 18-ге келмегенсіз. Жоқ. Тағы да қандай білесіз? Өлең айтасыз, белгісіз. Одан бөлек, би жағынан болады. Біліп бересіз бе? Қазіргі таңда біз осы волонтерлар болып, жүрегі толы мейірім атты жобамыз бар. Одан бөлек сол жоба бойынша біз көбіне қарттар үйіне, сәбилер үйіне, балалар үйіне өз көмегімізді тигіземіз. Және ол біздің волонтерларға да қызық. Одан бөлек осы жердегі біздің уақыт жобасы бар. Осы жерге келіп, өздерінің қалаған ойындарын ойнап, кітаптарын оқып, жаңағыдай өз уақыттарын тиімді пайдалана алады. Сіздердің қалаларыңызда белсенді жастардың қатары көп пе? Иә, көп, өте көп. Дәл қазір просто өзіміздің арамызда 160-тай волонтер бар. Жалпы енді бүгін біздің кастингке келіп қатысып жатырсыз, қалай көңіліңізден шықты ма?
көңілімнен шықты, бірақ өзіме емес, что мен өзімнің ойымды толыққанды жеткізе алмадым. Бірақ Енді жеткізе алмасаңыз, біздің камераның арғы бетіндегі көрермендерімізге жеткізсеңіз болады. егер сіздер осы кастингке келетін болсаңыздар, сіздердің барлықтарыңызға айтам, ешқандай да қобалжымаңыздар. Барынша өздеріңіздің ойыңызда тұрған заттарды толықтай жеткізуге тырысыңыздар дегім келеді. Өтуге барынша үміттімін деп санаймын. Және қазақ тіліндегі бағдарламалар көп болуын қалаймын. Қазақ тілінде қандай бағдарламалардың жүзеге асқанын қалайсыз? Нақты. Осы хаус, мың бала хаус, мысалға, көбіне бізде хаустардың барлығы орыс тілінде ғой. Соны қазақ тілінде толық болса деймін. Ешқандай орыс тілсіз. Жалпы енді біздің жобаға әрмен қарай өтіп жатсаңыз, қандай ұсыныстарыңыз бар? Өзім жаңа айтып кеткендей, моделинг саласын қазақ тіліне толыққанды ауыстыру және оны басқа да мемлекеттерге шығару. Енді біздің көрермендеріміздің арасында Қазақстанның оңтүстік бөлігінен, солтүстік орталық бөліктерінен бар. Сол достарымызға өзіңіздің қалаңыз туралы айта кетсеңіз. Ақтау қаласы негізінен Ақмаржан қала деп айтып жатады ғой. Қазіргі таңда толыққанды болмаса да, әйтеуір жастарға деген үлкен жағдайлар жасалуда. Ақтауға келіңіздер, Ақтау қаласының көрікті жерлерін бірге тамашалайық дегім келеді. Енді біздің жобаға алдағы уақытта өзіңіздің тілегіңіз болсын, не болмаса ұсынысыңыз болсын, айта кетсеңіз. Мың бала хаусқа үлкен сәттілік тілеймін. Алдағы таңда қазақ тіліндегі жобалар осылай дамый берсін. Тек осымен шектеліп қалмай, ары қарай да дамуларыңызды тілеймін. Рахмет. Менің есімім Истурганова Арайлым болады. Жасым 16-та. Өнерім көрсетемін ба? Мәнерлеп оқу және видео түсіру қазіргі алып жүрген жұмысым. Видео саласыз ба? Иә, салам. Неше оқымаңыз? Ондай қатты блог жүргізбеймін, жалпы өзіме ұнаған уақытта өзім сала беремін. Бәрібір Құдай қоспайды деген өлең. Сайрады бақтың бұлбұл күзгі, ең ауыр мұңлы күйдегі. Екеуміз сүйдік бір-бірімізді, ал Құдай бізді сүймеді. Құдайдан сұрап махаббат гүлін, бардым да шөпке құладым. Болды ма тәңір қаталақ бүгін, шыдамай көпке жыладым. Байқадым таппай жарамады ауай, жүректің сараң солғанын. Қаладым қайтем адам атадай, менің де хауам болған. Кешірші жаным, күлімдейікші, пайдасы бермес бос қайғы. Бұйырмас баққа жүгірмекші, бәрібір Құдай қоспайды. Нұрғиса Тілендиев. Атым аты-жөнім Тілекбаева Аида. Жалпы поэзияға жақынмын. Иногда бос кезімде поэзия оқып, сондай. Жасыңыз нешеде? Жасым 15-те. Биге жақынмын, спортқа жақынмын. Қандай спортқа жақынсыз? Таэквондо. 4 жыл қатыстым таэквондоға. Мен ба, Қызылпойыз. Сағындым деп мұңайып хат жазыпсың, бар қатемді мойындап ақталыпсың. Ұмыт үшін мейрамда гүл беруді, алтын жүзік жүзіраушан тәтті алыпсың. Мен басқаның көңіліне көшіп алдым, сонша сыйды қалқамау несіне алдың. Бұрынғыдай болмайды енді ештеңе, тұрғанмен сағаттап есік алдың. Мен сөзімде тұра алмадым саған берген, кетіп едім сенсіз бақ табам деумен. Жер бетінде соңғы еркек емессің ғой, соғыс шақтан қан кешіп аман келген. Суретімді ұнатып күліп тұрған, қайғы барын өзіңсің ұмыттырған. Мен қазірде дәл сондай бақыттымын, қоштасарда көзімді жұмып тұрған. Алдыңдағы арамды аққып өтем, ұстамаған өзіңсің бақты бекем. Не деп жауап жазайын енді саған, халың қалай, бармағың тәтті мекен.
осы жерде парамен кетеді ғой негізі. Жалпы TikTok түсірем және Instagram жүргізем. Мәнерлеу оқимын, ән айтам, және фотомоделімін. Жалпы 1 миллион қаралымда жинаған видеоларым бар, бірақ банға тақсаған Instagramда және TikTokта. Қазір сіздерге мәнерлеу оқып берем, ән айтып берем. Ән айтып беріңізші. Любой өлең ба? Иә. Біз екеуміз жолықтық, бірақ тым кеш, бір оға қорықтық, мүмкін емес, арамызда бөліп тұр бір белес, өткенді қайтару мүмкін емес, жолыққан күнді қайтарсам деймін, қасыңда қалып сені жұбатсам деймін, көз жасымды көрсетпеуге тарасқам-ақ, сенімің бегіне барам құлап, жүрегім күйіп барар, көңілім күйіп барар. Мен Орынбасар Бекен. Осы Ақтау қаласында тұрам. Политех колледжінде оқимын. Жасым 15-те. Немен айналысасыз? Дзюдо күресімен. Қанша уақыт болды? 4 жыл, 5 жыл болды. Қазір айналысасыз ба? Қандай жарыстарға бардыңыз? Өзіміздің арамызда Ақтауда, Маңғыстау. Халықаралық тур шықтық. Менің аты жөнім Жамкен Амангүл Милятқызы. Мен Исатай Сүйбаев атындағы нөмірі 7 орта мектепте оқимын, 10 сыныппын. Өзімнің жеке волонтерларым бар, сол волонтерларды дамытсам деймін. Мамандығым, болашақ мамандығым журналистика. Қазіргі оқитыным поэзия. Бір құдірет біз өмірге жолдайды, біз өмірді түсінбейміз сол қайғы. Туа сала таудай бақыт күтеміз, ал шынында бақыт үлкен болмайды. Лүпілдеген тамырындай шекеннің жеке сағат, жеке тәулік, жеке күн үлгермейміз түсініп те байқап та кейбір сәттің нағыз бақыт екен. Бақыт сәби білмей тұғын әлатын, бақыт ғажайып бір дамғана сүйенен соң ерінде дәм қалатын. Ақындардың көмейінен жырақса, кейбіреулер сөз бәйгеде жырақсап, бақыт шіркін асыл болса бір мысқал, бақыт шіркін уақыт болса бір сәт. Мүмкін емес бұл өмірден исіну болу керек, ән әдемі күй сұлу. Бақыт деген бұлтты күні жадырау, бақыт деген жұмыс болса сүйсіну. Келтіретін адам болсаң елгемін, неге керек босқа өмірге келгенің, бақыт егер байлық болса бергенің, керек болса отан үшін өлгенің. Өмір мұна лыпып тұрған ұстара, өлім келсе қайтуысың түстара, бар ғұмыры басқа қонған бақыттың көбелектің ғұмырынан қысқарақ. Бір құдірет бізді өмірге жолдайды, біз өмірді түсінбейміз сол қайғы, бақыт үлкен болған емес шынында, ал қайғының кішкентайы болмайды. Барлықтарыңызға сәлем, менің атым Питер Паркер. Көбісі менің өрмекші адам екенімді білмейді, сондықтан жай ғана студент деп ойлайды. Ал ендеше қош келдіңіздер құрметті Маңғыстау облысының қонақтары. Сіздерді Маңғыстау жастарына қонақ ретінде шақырамыз. 1000 бала хаус, бірінші номер 1 хаус болуға тілектеспін. Менің есімім Руслан, озвучка және диктовать еткенді жақсы көрем, және бимен айналысқанды жақсы көрем. Негізінде өзім Маңғыстау облыстық баскетбол командада ойнаймын. Энергетик деген колледж 3-ші курспын. Дәл қазір сіздердің хаустарыңызға қатысу үшін жүгіріп келе жатырмын. 5 минутта 2-3 микрорайонды жүгіріп келдім. Сол себептен сәл ентігіп қалдым, ренжімеңіздер. TikTok жалпы түсірем, бірақ өзімде аккаунт жоқ. Жалпы басқа өзімнің таныстарыммен түсіріп елеген жақсы көрем. Өзіме ұнайды. TikTok түсіріп жүргім келеді, бірақ уақытым болмайды өкінішке орай. Жаңағы салған дауыстарыңыз қайда саласыз? Ешқайда. Қандай дауыстар саласыз? Менің атым Тор, Одиннің ұлы. Болашақта Асгард менің патшалығым болады. Менің ақым ағам Локи, әкемнің сеніміне кіре алмағандықтан, барлық патшалықтың иелігін маған берген. Так, жоқ. Әзірге орай осы 3 дауыс жақын арада ашам деген ойдам. Жалпы Marvel кинокомпаниясының біраз кейіпкерлерін салғым келеді жақын арада.
Нұржан Жантөрин атындағы театрда өнер көрсеткім келеді. Осы энергетикте электрик мамандығын бітіргеннен кейін Жүргеновта оқығым келеді. Өзім мақсатым осы келесі жылға деген. Жасым 17-де. 17-де баскетбол ойнайсыз, иә? Иә. Бұрын дзюдомен айналысқам. Сол өзім жайлы айта кететін болсам, билігін жақсы көрем. Және жаңа заманға сай заманауи болғым келеді өзім ойым. Бір әншінің бар, рэбін айтып берейін. Қазақша болса да бола береді шығар. Қазір 1 минут. Қарап оқысаңыз да болады. Жоқ, білемін, текстін жатқа білемін. Кінәлі боп шаршам, кінәлі екенім рас болса да, бұл жолы әлі қайда дәмдас болса да, маған жетеді жоқ деуге батылым саған, мен үшін қонын жоғалтқан алтыннан тез боп күнеді соңында көрмеген тұңғиығым. Кер әсерін тигізді соңында гүлді ұйығым, ақырытты пай кетсем де махаббаттың тұнығым, бір түсінгенім шай болмайды сұлулығым. Таспай осы Ақтаулғанша, Оралма қашқын деген өлеңі, рэп жері ғой. Тағы бір рэп бересіз ба? Тағы бір рэп ба? Не рэптер бар еді? Особо крутая, где-то летает, трубит кокаин, пудрит мозги всем. Папике дарит, пишите дарит, рот ее занят по времени. Рэп жері аз оның. Мен ойымша. Бұлай сесек, енді аты жөніңізді, Instagram аккаунтыңыз, нөміріңізді жазып кетіңіз. Эту песню для него сами написали здесь. Местная автор. Жосамы Сібір қораған тоған елім, Маңғыстауым кіндік қан тауған жерім. Кен даланда қызғалдақтар аулаулаған асқар белім. Кен жазирам Маңғыстауым, жасай берші бар тілегім. Ау елі киелі Маңғыстауым, Қазанауы Маңғазы Маңғыстауым. Алмыздауық мекені қайда жүрсен жүрегімде Маңғыстауым. Қырың қосы аспанда қалықтаған, ән араның қияна шарықтаған. Сағынышым туған елім, кен байтағым туған жерім. Анашымдай қарсы менім елім, жерім менім. Ау елі киелі Маңғыстауым, Қазанауым Маңғазы Маңғыстауым. Алмыздауық мекені қайда жүрсен жүрегімде Маңғыстауым. Вот еще один можно, да? Немного. Так. Минусы, да? Жасымәрін, мәзімәрін қысқартып, бара жатыр қос қайтып.
зымырайды менің бала кезімдей. Бір жалт етіп өте шыққан сезімдей. Бір жалт етіп өте шыққан сезімдей. Құстар сызылтып ән салады, сол әлеммен тербетеді даланы. Ал адамдар көрер бастар өмірін, келберін мен жылайды алмай қалады. Келберін мен жылайды алмай қалады. Еще одну сейчас я, да, половинку. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Қазақтың данасы, жасыр екем ағасы, бар демен сенде бар адамның баласы. Бар демен сенде бар адамның баласы. На-на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на. Жырлайын, ағазып кызмайын, айтуға келгенде қауқама сөз дайын. Айтуға келгенде қауқама сөз дайын. Жүрек Он еще поет по-английски и поет по-русски. И еще украинский. Самрат, қандай арманы бар? Ну, мы, конечно, мечтаем, чтобы нам попался хороший спонсор. Вот. Мы Стиви Уандер, может, слышали, да, слепой музыкант. Да. Вот он был очень из бедной семьи, и он играл, мать даже не могла ему купить инструменты, и он играл во дворе на кастрюлях, да, и случайно, он собирал дворовых детей, они играли на кастрюлях, и вот случайно его увидел, мы надеемся, что случайно, может, кто-то увидит, и будет хороший такой спонсор, чтобы дать ему образование, хорошее образование. Музыкальное образование. Можно музыкальное, можно, они умные, они, знаете, аутисты придумали атомную бомбу,
Они могут, если он обучаемый, очень обучаемый, он читает по Брайлю, пишет по Брайлю. То есть Амрат нас слышит, да, сейчас? Конечно. Он сам нам расскажет. Ну вот, не знаю. Но он стихи читает, он может вам еще стихи прочитать. Да, давайте. Абая стихотворение Самрат прочитает. Абая. У Бая много пастухов, и юрта хороша, а бедный мерзнет сам в степи, скотину сторожа. Он квасит кожи и дубит их в ледяном чину. Жена бедняга ткет чекмень от холода дрожа. И для ребенка нет костра, и в юрте натекло, и улетучилось давно в последнее тепло. А старикам совсем беда, ложись и помирай. И пищи нет, и солнца нет, и ветер воет зло. Уж если Бай пока что бьет свой самый худший скот, то где ж бедняк себе еды и топлива найдет? Коль даст богату полмешка, сухой кизяк, благодари скорее его, семью его и род. Печально, горестная жизнь голодных бедняков, младенец тысячи отар, верблюда и быков. Богатый Бай, не будь скупцом, убийцею не будь, хоть эту зиму прокорми детей и стариков. Ну, много у него стихотворений. У нас супер, замечательно. And Hathor was the secret chord the David played on the place the Lord. But you don't very careful music, Doria. Were closer days the for fulfill the mind of fire, command and lil, the proud forget can process, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Warfare strong on the midday prom. Your soulful life and love and don't learn beauty will lie on a fonderia. Sit tight to the kitten tear. You're wrong, take out your hair. You're wrong, it's in through the hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Baby, as a hero fall, I see me through, I'm always floor. I also feel lonely for Nanuria. I see me slack on the loving lost, and love is love, working demise. It's a corona, it's a bruised skin, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Да, это вот мы оба инвалиды же, и мы ездим в санаторий отдыхать раз в год.
И в каждом санатории у нас концерт. Вот недавно мы в Боровом были, и там ему директор, всегда директора санаториев ему благодарность, потому что это весь вечер, там 300 человек, и так хорошо встречают. Ну, санаторий еще, знаете, половина это, а солдаты, нам просто была награда великая, что вот он, я могу вам показать, вот он. Сәлем, менің есімім Асхат. Мен Алматы қаласында оқып, осында келгенмін. 4 жыл оқыдым колледжде. И потом Ақтауға көшіп келдім. Негізі басында Жаңаөзен қаласында туылдым. Сосын Алматыға кетіп, сосын Ақтауға келдім. Қандай мамандықта оқыдың? Программистке оқыдым, бірақ қазіргі уақытта дизайнмен айналысам. Видеограф, мобилограф. Мобилографияны бір курс оқығанмын, тек бір күндік курс деген болды. Оны жарас деген осы Ақтаудың талантты танымал мобилографы, сол үйретті маған. Өзім бұлай басқа уақыттарда өлең айтқан жақсы көремін, би билегенді, в основном позитив өмірде. Жасым 21-де. Есіміңіз қалай? Асхат. Өлең айтып бересіз ба онда? Бәрі айта беремін. Графика дизайн ба? Иә. Маңғыстау жастарының дизайнын мен шығарам. Қазіргі уақытта Бекен жастары парақшасымен де жұмыс жасап жатыр. Алда уақытта тағы жұмыстарыңыз біздің мамалар дайректіне жібере саламыз, иә? Сол дизайн бойынша, иә? Кеттік, әнеке. Негізі оқыдыңыз ба бұны? Дизайнды ма? Жоқ. Дизайнға келген жолым былай болды. Колледжде мен диплом тапсыруым керек болған, бірақ мен дипломға әлі білім жетпеді, колледжде мен оқытқан жоқ қатты. Ал онда мен ақша төлегім де келген жоқ. Себебі апайлар мені оқытқан жоқ, мен оларға ақша бергім келмейді. Тұрдым да, дайын затты скачать етіп алдым, дайын затты тықтым да, бәрін жазып бере салдым, и жақсы баға алдым. Но бірақ содан кейін менде фотошопқа деген қызығушылық пайда болды. Яғни мен қазақша өлең, қазақша заманауи өлеңдерге алып келген, бірінші 91 десек болады. 91-ға қызық бастадым. Және бірінші шыққан өлеңі қалай еді, айыптама. Бір ауыз сөзің маған айтқан сенің, орындалмай қалған кездері болмаған, жетпеді төзім еркелетіп сені, менің құшағымда. Өкпелеп биле маған, бұлданба маған, олай тілеймін саған араймын. Сен мені айыптама, сен ғажайыптарға сен жоқ де. Бәрі бір өзгере алмай. Рэпте де оқимын. Мысалға, қандай рэп бар еді? Мысалға, Асылымның рэпін. Былай, Асылымнан баста айта берейін. Асылым, ғашығым, айтшы маған ашығын, қайдан іздеймін сені? Асылым, ғашығым, айтшы маған ашығын, қайдан іздеймін сені? Ғашық оты жанған сәттен ақ бізге мәлім болмау сезіміңді билеген жұмбаған. Құшағыма басайын, құшаққа тәндайын асылым, қиратпа ғұмыр мәнін, түн қара сілі кейпінде тербетеді. Жан сұлуы жаныңа ең керегі, тауда әрасам, бағытымнан жаңылмасам, дара жоқ осынлар, егер соны қаламасаң. Жалпы өзім жаңашылдыққа өте құмармын. Жаңа нәрселер болатын болса, соған қарай ұмтылуға тырысамын. Енді біздің жобаға өтіп жатсаңыз, қандай ұсыныстарыңыз бар? Естіген шығарсыз, жалпы жаңа түрлер кастингтің барысында. Жалпы ұсынысым өте көп. В основном мен позитивтік түрде тұрғыда қарайтын адаммын, көбінесе көп нәрсеге. Сондықтан да қалай айтсам болады. В основном творчестволық жағына көп көңіл бөлетін сияқтымын. Және де видео жағынан да менде көптеген идеялар да болады. Переход, мысалға, әртүрлі нәрселер. Не, сценарий жазуға қойыңыз? Сценарий жазам. Мысалға, өзімнің қазір енді құрып жатқан командам бар. Олар мен енді болашақта кино түсіргім келеді, бірақ әлде енді қаражаттың жетпеуіне байланысты әлде бастай алмай жатырмын. Сценарий бар ма, негізі бар? Ол да мысалға мен бір сценарий қорғам, бірақ енді ол қалай айтсам болады, сценарийді жалпы түсірілменше шығармауға тырысамыз ғой енді. Жалпы өз басым стилім кинода заблуждениеге салу әр жақтан былай мысалға
бір нәрсеге келіп қадалып қалса, оның сюжеті өзгеріп, тағы да қайтып күтпеген жағдайларды шығару, мысалға, сондай стильде түсіргенді жақсы көремін. Биге де қызығам, гитараны енді үйреніп жүрмін. Билегенде енді мен по ритмичный билей беремін, ритмға қарай, бірақ өзім былай стиль таңдаған жоқпын. Бұрын негізі бачата қызыққам. Әлеуметтік желіде қалай істесеңіз ба? Әлеуметтік желіде білсеңіз? Әлеуметтік желіде өз желіме енді пока қолым тимей жатыр, сондықтан енді алдағы уақытта жалпы оны да жүргіземін деген ойдамын. Мына жерде жұмыс жасайсыз ба негізі? Иә. Сол графика дизайн бойынша ма? Иә. SMM көп па? Иә. Жақсы. Негізі әлеуметтік желіде белсендіміз. TikTok қарайсыз ба? TikTok қараймын, но уақыт аздығына байланысты күнде емес, анда-санда. Егер әрмен қарай өтіп жатсаңыз, Алматыға баруға дайынсыз ба? Иә, бұл жер түрік келгесін, 4 жыл өмір сүріп келгесін, мен үшін ол родной қала ғой, бір жағынан. Жүрегім сол жақта тұр ғой, мына жақта жүрсем де. Енді Алматы десе, енді жүрегім әрдайым дайын тұр менде. Өзіміздің қатарымызға талантты жастарды қосу мақсатында Маңғаз-Дала Маңғыстауға да келдік. Сәлем құрметті Мың бала жобасының көрермендері. Біздің 2 аптаға созылған кастингіміз бүгін Жаңаөзен қаласында өз мәресіне жетті. Біздің басты демеушіміз Астана IT университеті және де ең талантты, дарынды, өнерлі жас досымызға өз грантын ұсынады. Бізбен бірге болыңыздар. Құрметті жастар, қош келдіңіздер. Біздің кастингке уақыт бөліп келгендеріңізге үлкен алғыс білдіреміз. Біз Мың бала жобасы Қазақстандағы қазақ тіліндегі тұңғыш TikTok хаус. Қазіргі уақытта Қазақстанның түкпір-түкпірін аралап, сіздер секілді талантты, дарынды жастарды іздеп жүрміз. Өз қатарымызға сіздер секілді дарынды жастарды қосып, осы Қазақстанда, Қазақстандағы қазақ тіліндегі тұңғыш TikTok хаусты құру негізгі мақсатымыз. Жалпы енді біздің әлеуметтік желіні қарадыңыздар ма? Қарасаңыздар, сонан көресіздер. Осы бізде қазір Жаңаөзен қаласы, қателеспесем 14-ші, не болмаса 15-ші қала. Біз яғни жаңа сөзімнің басында айта кеткендей, Қазақстанның ауыл, аймақтар, қалаларын аралап, жастардың ойын тыңдап, өнерін тамашалап жүрміз. Менің атым Бексұлтан, мен осы Мың бала жобасының жүргізушісі болам. Біздің осы жобаның жетекшісі, идея авторы Самал ханым. Қазір мұнда шығасыздар. Жалпы осы біздің жобаға қандай қызығушылық танытып жатсыздар, сол туралы пікірлеріңізді айтасыздар, жалпы өздеріңіз туралы таныстырасыздар. Сонымен қатар егер өнерлеріңіз болса, дайындап келген, сол өнерлеріңізді көрсетесіздер. Жалпы солай, біз осы жаңағы жинаған Қазақстан бойынша 20 жасты жинап алып, Алматыға алып кетеміз. Онда үй жалдап жатырмыз. Сонда жаңағы Қазақстаннан жиналған жастарды барлығымен бірігіп қазақи контенттер құрамыз және де 3 ай бойы сіздерді оқытатын боламыз. Ендеше кезекпен шығып, өздеріңізді таныстырып, өнерлеріңізді көрсетсеңіздер болады. 20 жастамын, қазіргі таңда медколледжде стоматолог мамандығын оқып жатырмын. Бұл менің екінші мамандығым, бұрында автослесарь мамандығын бітіргем. Мың бала хаусын TikTok арқылы көргем. Instagram желісінің және TikTok арқылы желісілерін белсенді қатысатын сіздер сияқты баламын. Жалпы бұрында видеосъемкамен, мобилографиямен айналысқам. Қазіргі таңда жайдарманға қызығам. Жайдарман ойнаймын. Бұрында Алматы қаласында да ойнағам. Негізі Алматы қаласының тумасымын. Қазір какими судьбами осы Жаңаөзен қаласына келіп қалдым. Осы жобаны естіп, келіп, осы жерге қатысып, өзім бағым сынап көргім келеді. Қандай өнер дайындап келдіңіз? Жалпы мобилографпын негіз. Особо былай өнермен келген жоқпын, биге или әнге. Былай видео түсіріп бер десеңіз, істеп бере аламын. TikTok парақшам, Insta парақшам бар, сол жақтан көре аласыздар. Қанша оқырманыңыз бар TikTokта? TikTokта 22 мың оқырманым бар. Ал Instagramда бұрында блогер сияқты айналысқам, одан кейін андай көмек болмады да ше. Адамдар ондай қатты жиналмады. TikTokқа не түсіріп саласыз сонда? TikTokқа өзім для себя, андай қазіргі трендтар, астына жазулар кетеді. Жасаған мобилографиядағы жұмыстарыңызды қалай көре аламыз? Instagram парақшам арқылы. Instagram, TikTok арқылы көруге болады, Instagram арқылы көруге болады. Егер өтіп жатсаңыз, әрмен қарай, қандай ұсыныстарыңыз бар жалпы? Енді бірінші нұсқаулық бойынша сол арқылы жұмыс істейміз. Бұйырса,
өзімнің ойымды қосам, қазақты қи тиктоктың дамуына қандай да бір септігім тиетін болса, мен оған әрқашан қуаныштымын. Жасым 15-те 2007 жылғымын. Мен өзім андай көп затқа қызыққан затымды оңай және тез үйреніп аламын жалпы. Қазір жалпы көп андай үйренген заттарым бар. Көп өнерім бар былайша айтқанда. Гитарадан да бар. Профессиональный фингерстайл дегенді білесіз ба? Фингерстайл. Сондайды білем. Домбыра енді қатты емес. Акробатикпін. Акробатикпін. Гитара қазір көрмегеніме 1,5 жыл. Жалпы фингерстайлмын. Профессиональный. Тағы не айтуға болады. Өзім спортқа қатысам. 6 жыл болды. Қандай спортпен айналысасың? Дзюдо спортымен. Қазір айналысасың? Иә. Қайда оқимын дедің? Каспий колледжінде. Әлеуметтік желілерде қызығасың ба? Видео түсіресің ба жалпы? Жалпы тиктокта түсірем. Ән айтасың ба? Жоқ, ән айтпаймын, билемеймін. Жалпы тиктокта түсірем. Тикток парақша бар, иә? Менің есімім Аман Дархан. 2005 жылғымын. Осы Жаңаөзен қаласында туып өстім. Қазіргі таңда осы Жаңаөзен қаласында тұрып жатырмын. Мен жалпы өнерім болғанда жалпы жан-жақты жігітпін. Допты ойнаймын, өлеңді айтамын. Бұлай жайдарман болса ойнап берем. Всегда күліп позитивный жүретін адаммын. Қуансын өмір өртесін басысы екі бөлмесін өтінем жанымнан. Алыс кетпеші менімен мәңгі көктеші, жанымнан кетпеші сен. Оу сен өзіңсіз жүрек жолап жүдеп, қонады жанарыңнан мұңнан қара түнек. Куә ғой ғалам сенсіз маған, өмір жоқ жаным.